Сәлем достар, бастамас бұрын арнама тіркеліп, комментарий қалдырып, подписаться кнопкасын басып кетіңіз. Осындай Пушкин нанды бүгін жасап үйренеміз. Ол үшін ең алдымен бізге 200 мл су қажет, жылы су. Одан кейін 200 мл тағы осындай жылы сүт қажет. Пенчикпен араластырамыз. Оның үстіне бір шай қасық астығымызды, одан кейін бір шай қасық тұзымызды саламыз. 100 мл сұйық майымыздың жартысын құйып, жартысын алып қаламыз. 130-140 грамдай қант саламыз. Барлығын араластырамыз әбден ерігенше. Мүмкін жұмыртқа қоссаңыздар да болады, бір жұмыртқа. Бұл жерде мен жұмыртқа қоспай келемін. Ұнымызды елегіштен өткізіп, осылай қосып аламыз. Ұнды шетінен қосып, осылай венчикпен араластырып шетінен илеп тұрамыз. Соң қамыр илейміз. Жұмсақ, қолға жабыспайтын, көтерілетіндей жұмсақ етіп қамыр илейміз. Сұйық майымыздың жартысын қосып қамырды қайтарып илеп қоямыз. Әр қайтарылған қамырға сұйық маймен қайтарып отырасыздар. Қолдарыңызды жіберіп, бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Ашыған қамырды осылай аласыздар да, қайтадан сұйық майға қолдарыңызды батырып, қайтарып илейсіздер. Қайта иленген нанның нәтижесі өте керемет шығады. Дәл осы способпен сіздерді илесеңіздер, сіздерге керемет Пушкин нан болады. Осылай көтерілген қамырды алып, әртүрлі формада мен дөңгелек етіп істедім. Сіздер басқаша етіп істеулеріңізге болады. Осылай 20 бөлікке бөліп, осылай дөңгелек етіп жасап алып, 20 бөлікке бөліп қойып қоямыз. Жылы жерге қойып, бетін пищевой пленкамен, я болмаса салафанмен өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жауып қоясыздар. Әбден көтерілгенше. Содан соң қамырды бір жарты сағат, 1 сағаттың ішінде қамыр көтеріледі. Жылы жерден жақсылап үлпілдеп қамырымыз көтеріледі. Үлпілдеп көтерілген қамырымызды алып, бетіне бір жұмыртқаны жарып, негізі жұмыртқаның сарысын дейді. Бірақ мен сол жұмыртқаның өзін жағып, бетіне кішкене күнжет, не болмаса қалауларыңыз бойынша мак сепсеңіздер болады. Егер арнам ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркеліп отырыңыздар. Осылай пешке жібересіздер. Одан кейін 15 минуттың ішінде күшті нан үлпілдеп, осындай нан болып шығады. Осылай жасасаңыздар болады.